Саламатсыздар ма көрермендерім? Бүгінгі видеом витаминдерді қалай қолдану керек сұрағына жауап болмақ. Ал келесі видео жөтелді басатын кеудеге арналған шөп жөнінде болады. Денсаулыққа пайдалы, қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Ескерту: кез келген ем қолданар алдында дәрігеріңізбен кеңесіңіз. Қыс кездерінде адам ағзасы витаминдерді көп қажет ететіні белгілі. Бірақ жаздағыдай емес, қыста қажетті витаминдерді табу қиындау. Десек те медицина бұл мәселені оңтайлатып отырған жайы бар. Яғни дәріханалардан арнайы шығарылған витаминдерді табуға болады. Мәселе оларды дұрыс таңдай және орынды қолдана білуде. Сізге жалпы қуаттандыратын немесе арнайы бағытта шығарылған, отандық немесе шетелдік, түйір, сұйық немесе егу арқылы ендірілетін жоғары немесе орташа мөлшердегі витаминдердің бірін немесе бірнешеуін таңдау керек болуы мүмкін. Енді осылардың әрқайсына жеке тоқтала кетейік. Отандық немесе шетелдік кешенді витаминдік препараттардың бір-бірінен айтарлықтай айырмасы жоқ. Синтетикалық витаминдер шығарумен әлемде бірнеше фирма ғана айналысады. Олар арнайы витаминдік қоспалар, премикстер шығарып, басқа шетелдерге жібереді. Ал мұнда олардың негізінде түрлі түсті және түрлі көлемдегі витаминдер жасайды деп жазады Ауырмаңыз газеті. Яғни олар сапасы мен сіңірілуі жағынан бір-бірінен ерекшеленбейді. Тек шетелдік витаминдерде дәмдік қоспалар біршама көп, олардың бағасы да қымбаттау. Бар айырмасы осы. Түйір немесе сұйық витамин жақсы ма? Әлде егілетін витамин артық па деген сұраққа келсек, соңғы кездері сұйық витаминдерге сұраныс артып келеді. Дегенмен, олардың артықшылығы жағымды дәмінде ғана. Олар сондықтан балаларға ұнайды. Ата-аналар олардың дәмдік қоспалар және бояғыш заттар қосылмағанын ғана таңдағандары дұрыс. Әйтпесе кейбірі аллергия туындатуы мүмкін. Ал ағзаға егу арқылы ендірілетін витаминдерді дұрысы емдеуші дәрігер ғана тағайындаған жөн. Өйткені ол ағзаға күшті әсер етуі де мүмкін. Жалпы қуаттандыратын витаминдер ағзаға жайсыздықпен жалпы күресте қолдау көрсету үшін беріледі деп жазады Ауырмаңыз газеті. Ол ағзаның барлық витаминдерге деген тәуліктік сұранысын қанағаттандырады, шаршаңқылықпен күресте көмектеседі, иммунитетті қалпына келтіріп, науқастанудан кейін қалпына келуіне жәрдемдеседі. Ал арнайы шығарылған витаминдер ағзадағы нақты бір проблеманы шешуге бағытталып шығарылады. Мысалы, дәріханалардан көз көруін жақсартуға, шаш пен тырнаққа жәрдемі бар витаминдерді фитнеспен айналысатын, жүкті, емізулі баласы бар аналарға арналған витаминдерді сатып алуға болады. Мұндай витаминдерде кейбір заттардың мөлшері жоғары, ал кейбір заттар тіпті де жоқ болуы мүмкін. Мысалы, көзге арналған витаминдерде А, С, Е, В, 12 витаминдері, цинк пен каротиноидтар болады. Жүкті әйелдерге арналған витаминдерде фолий қышқылы, В16, В12 витаминдері, темір, кальций мен йод бар. Жоғарыда аталған кешенді витаминдік заттардың екеуінде ағзаны күшейту үшін қолдануға болады. Тек екі түрін бір мезгілде қолданбаған жөн. Әйтпесе, құрамындағы кейбір заттар екеуінде де бір болса, ағзаға артық мөлшерде түседі де қолайсыздық тудыруы әбден мүмкін. Жоғары немесе орта қуатты витаминдердің қайсысын дұрыс таңдаған дұрыс дегенге келсек, ол бұлай. Бүгінде мұндай кешенді витаминдік заттардың 3 түрі бар. Апталық қажеттілікті 30-50% көлемінде өтейтіндер, толық өтейтіндер, бірнеше есе артығымен қамтамасыз ететіндер деп бөлінеді. Осының ішіндегі үшіншісі ағзадағы витамин жетіспеушілігін 10-14 күнде ретке келтіреді. Дегенмен оларды дәрігер кеңесінсіз қолдануға болмайды. Егер де адам витаминдік профилактикамен өз бетінше айналысатын болса, онда тәуліктік қажеттілікті 100% өтейтін кешендерден бастаған дұрыс. Оны 1-2 ай көлемінде қабылдайды. Бұдан кейін ағзаға төменгі қуаттағы 30-50% витаминдік кешендерді қолдануға болады. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.